бізге Зубайр ибн Ауам деп айтып жатқан кезде бір үлкен кісі жайында айтып жатқан сияқты ма? Бәріңіз сондай, мен сөйтіп ойлағам. Ойбай, бір үлкен кісі жайында айтты. 15 жасар бала екен ғой сөйтсем. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 15 жасар балаға жәннат деп жатыр. Және не дейді? Әр пайғамбардың көмекшісі бар дейді. Менің көмекшім кім? Зубайр ибн Ауам дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бүкіл соғыста жекпе-жекке шыққан. Алла елшісін малы менде, жаны менде, қылышы менде қорғаған, ислам тарихындағы ойып тұрып орнын алып кеткен сахаба Зубайр ибн Ауам 15 жасар жігіт болған екен. 15 жасар жігіт, құрметті бауырлар, 9 кластың баласы ғой. 9 кластың баласы. Не істеп жатыр 9 кластың баласы? PUBG-дің ішіне кіріп кеткен, шыға алмай жатыр. PlayStation-де жатыр балдар. Шаруасы жоқ сен. Әлем не болып жатыр, қоғам не болып жатыр? Сондай заман болып тұр ка. Ары қарай не? Ары қарай Талха ибн Убайдулла деген сахаба бар. Талха ибн Убайдулла исламды қабылдаған кезде қаншада болған білесіздер ме? 26-нес окам 13-те болған. Талха ибн Убайдулла 13 жасар, бір риуаятта 16 жасар деп айтқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мынадай сөз айтқан ол кісіге: жер бетіндегі тірі шахидті көргің келсе Талхаға қара деп айтқан. 13 жасар балаға. Ухуд шайқасында сондай шайқасқан, мына 3 саусағы шабылып кеткен дейді тарихшылар айтады. 2 саусақпен қылышты ұстап алған дейді, қолынан қан атылып жатыр дейді. Төсіндегі жебелердің санын есептемей ақ қой дейді. Алла елшісін қорғаймын дейді. Сөйтіп қорғаған дейді. Ажалың не дейді? 40 жыл соғыс болса да ажал келмейінше өлмейді деп. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қорғап шығады Ухуд шайқасында. Ухуд шайқасы біткеннен кейін адамдар келіп әңгіме айтып отырады ғой жаңа. Ойбай, кеше жаңа бүйттік, нақтан келіп еді, былай не қылдым деп. Сөйтіп әңгіме айтып отырса, Абу Бәкір келіп айтады екен, қоя қойыңдар бәрің деп айтады екен да. Ухуд күні әңгіме айтпай қойыңдар Ухуд жайында. Ухуд ол Талханың күні деп айтады екен да. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Талхаға не деп айтты дейді? Талхатул хайр деп айтты дейді. Бұл анау мынау Талха емес, бұл тек жақсылықтың Талхасы ғой деп айтты. Әр қашан жақсылықтың басында жүретін Талха ғой деп айтты дейді. Сол Талха 13 жасар, 16 жасар бала болған екен. Енді мына жердегі бізден неше түрлі Құдай сақтасын, неше түрлі ойда отыр екен. Не мынау батырлар соғысқан деп қайта нелерді айтып деп жатқан шығарсыздар. И сондай ой келеді, явны біреуге келеді ол. Мынаны ертең көретіндерге YouTube-та. Әр заманның сынағы әртүрлі бауырлар. Әр заманның сынағы әртүрлі. Біздің жау жүрек мың бала деген, білесіздер ме жау жүрек мың бала дегенді? Кім балы жау жүрек мың бала бастаған? Ойбай, соны біледі екен айтты. Онда кинодан көріп біліп отырсыздар ғой айтпесе. Сартай батыр нешеде болған? 13-14 жасар жігіт болған дейді ал. Дұрыс па? 13-14 жасар жігіт мысалға да. Неге ондай 13-14 жасар жігіт қылыш көтеріп елін қорғап жүр? Заман соны талап етті бауырлар. Көрдіңіз ба? Заман сон 4 жасынан бастап, 3 жасынан бастап атқа қонды олар. Заман солай пісірді адамдарды. Міне, мынау да сондай жаугершілік заман болып тұр. Жігіттер не істеп жатыр? Ертерек атқа қонуға тура келіп жатыр. Ертерек атқа қонуға тура келіп жатыр. Сол үшін айтып жатырмын мен сахабаларды. Қазіргі заманмен ұштастыратын болсақ, қазір мына қылыш көтеретін заман ба? Қылышыңды көтере алмайсың қазір. Автоматты да көтермей ақ айналайын. Біліммен қиратасың бәрін. Білім, әлемде кім білімді? Сол остырғанда әлемді не істеп тұр? Оңға, солға жүргізіп жатыр. Кімдер? Қылыш көтеріп жүргендер ме? Автомат көтеріп жүргендер? Білімділер. Бүкіл дүние Илон Масктың аузына қарап отыр ма? Қарап отыр. Бүкіл дүние жаңа кімнің кім еді анау? Facebook нелері, WhatsApp-тың. Ане соларды білет. Басқалар соған көрдіңіздер ме? Аузына қарап отыр ма? WhatsApp-ын жауып тастасын, Facebook-мен қосып. Таппай қаласың бір-бірін. Қаяқта жүрсің сен? Әл-Фараби дейсің ба, әлі не жақта жүрсің ба? Көрдіңіз ба? Демек, қазір қандайдың заман екен? Білімнің заманында. Енді артта қалып қойға болмайды да. Қайта Сартай батырды айтып, мен атам биткен, мен атам сөйткен, сен руыңнан кім шыққан ал деп. Бәрі-бірінің руымен отырып мақтанатындар бар. Сен өзің шықсай бірінші. Лайсар ражулу бин насаб дейді. Бәл бил
хасаб дейді. Еркек дейді, ата тегімен еркек болмайды дейді. Еркек өзінің істегенімен, дәлелдегенімен еркек болады дейді. Өзің не істедің, соған қара.